Ақтөбе облысының цифрлық технология басқармасы мемлекеттік мекемесінің ақпараттық талдау бөлімінің бас маманы доктор санаты бойынша 3-2 индекс бойынша Б корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына жалпы конкурс арқылы орналасуға Төлеужан Нұржан Бектиярұлына өтінішке түсті. Қатысып отыр. Келесі лауазым дәл облыс басқармасының ақпараттық талдау бөлімінің бас маманы доктор санаты бойынша индексі 3-5 Б корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына жалпы конкурс арқылы орналасуға бір өтінішке түсті. Жамбылов Абзал Рахметоллаұлына қатысып отыр. Құрметті үміткерлер, сіздерді комиссия құрамымен қастыра кетейін. Комиссия төрағасы Барбосынов Нұрбақ Құсайынұлы, Ақтөбе облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары. Комиссия мүшелері Садиев Темірлан Мұратұлы, Ақтөбе облысы әкімі аппаратының персоналдық басқару бөлімі қызметінің басшысы және Нұрқысова Гүлнұр Қайыржанова, Ақтөбе облысының цифрлық технологиялар басқармасы мемлекеттік мекемесінің әкімшілік бөлімінің басшысы. Сонымен қатар конкурс комиссиясы жұмысының ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында оның отырысына келесі құрамда байқаушылар шақырылды. Байқаушылар құрамы келесідей: Алматов Серік Алматұлы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің мемлекеттік қызмет істері басқармасының бас маманы және Кеңесов Мерке Қуатқанұлы, экология департаментінің бас маманы. Құрметті үміткерлер, сіздерді ескерте кетейік, әңгімелесу барысында техникалық жазба құралдары пайдаланылды, яғни видеожазба және аудиожазба. Сұрақтарыңыз жоқ па? Әңгімелесу кезегі былай болады: бірінші Нұржан Бектиярұлы қалады, Абзал Рахметоллаұлы. Сіз ана орталық неге шықтыңыз, мына жерде емес, Нұржан Бектиярұлы, сізге қай тілде жауап берген ыңғайлы? Бірінші сұрақ былай болса, цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының мақсатын атаңыз. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы ол негізгі мақсаттары 5 бағыттан тұрады. Ол бірінші экономика салаларын цифрландыру, екінші цифрлы мемлекетке өту, үшінші цифрлық жібек жолын қалыптастыру, және төртінші ол адами капиталды дамыту, бесінші ол экономика индустриалды экономикалық цифрлыққа өту болып табылады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы ол 2017 жылы қабылданған болатын. Қазіргі кезде 2018-2022 цифрлы Қазақстан бағдарламасы жүзеге асырылуда, және осы цифрлы Қазақстан бағдарламасының негізгі мақсаттары, негізгі міндеттерінің бірі елдің экономикасын одан әрі дамытып, және Қазақстан Республикасының әрбір азаматының цифрлық деңгейін және олардың цифрлық көзқарасын және өмірінің жеңілдетуге, тұрмыс тіршілігін жеңілдетуге арналған негізгі мемлекеттік бағдарламалардың бірі болып табылады. Келесі. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының негізгі міндеттері атаңызшы. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының негізгі міндеттері ол ең біріншіден ол экономика саласын цифрландыру болып табылады, және екінші елдің әрбір азаматының осы цифрлық жағынан, яғни қарапайым күнделікті өмірде алатын болсақ, мысалы дербес компьютер болсын, ноутбуктер болсын, соларды тиімді қолдану. Одан кейінгі осы бағдарламаның міндеттері бұл кез келген мысалға алатын болсақ, білім жөнінен болсын, ауыл шаруашылығы денсаулық бөлімінен болсын, соларды қарапайым халыққа қолжетімді қылу ретінде жасайтындай жүйелі ақпараттық жүйелерді құру болып табылады. Келесі. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының іске асырудың негізгі бағыты атаңызшы. Цифрлы Қазақстан бағдарламасын іске асырудың 5 негізгі бағыты атаңызшы. Ол жаңа атап өткендей, бірінші бағыты ол цифрлық мемлекетке өту, екінші экономика салаларын цифрландыру, үшінші цифрлы жібек жолын қалыптастыру, төртіншіден адами капиталды дамыту, бесінші индустриалды экожүйені құру болып табылады. Келесі. Цифрлық құжаттар сервисі дегеніміз не? Цифрлық құжаттар сервисі дегеніміз, яғни ол ақпаратты қажетті, мысалға мемлекеттік орган немесе жоғарғы органдарда осы құпия ақпараттар болады, сол ақпараттарды сақтайтын бір бағдарламалардың жиынтығы. Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңына сәйкес, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау мерзімдері
жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарап, жеке және өтініш келіп түскеннен кейін бірінші егер де ол өтінішті сол өтініш бойынша қажетті жерге барып қажет болмаса 15 күнтізбелік күннің ішінде, ал егер сол өтініш бойынша қажетті жерге бару керек болса, ол 30 күннің ішінде, 30 күнтізбелік күннің ішінде қаралуы міндетті. Және де ол егер де сол уақыт 30 күннің ішінде созылатын болса, ол сол 3 күннің ішінде өтініш жазған адамға хабарлауы міндетті болып табылады. Жақсы. Құрметті үміткер, сізге конкурс комиссиясымен бекітілген барлық сұрақтар қойылды. Қатысқаныңызға рахмет. Комиссия шешімі сізге қорытынды шешім шыққан күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде